Шерхан Мұртаза 1938 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында дүниеге келген. Шерхан Мұртаза 1955 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу университетін тәмамдаған. Шерхан Мұртазаның көптеген шығармалары бар. Мысалы, Ай мен Айша, 41 жылғы келіншек, Интернат наны, тағы да басқа шығармалар мен әңгімелері бар. Шерхан Мұртаза 86 жасында көз жұмды. 8 қазан 2018 жыл. Интернат наны. Әлтай нанға тоймаушы еді. Басы дәу, үрпек шаш, мойны қылдырықтай. Ол бірақ оқуға олақ. Оқудан қала беретін. Есі дерті ауқатқа ауып кеткендей. Ебі келсе асханаға кезекшілікпен болуға тырысады. Кезекшіліктің міндеті екі шелекпен еңірете өзеннен су тасу. Судың мәселесі біткен соң картоп ашуға кіріседі. Картопты ашып болған соң ұзынан ұзақ тұрған үстелге қалай тәрелкі мен қалай қасық қойып шығады. Соның қасына тілдей қара нан қойылады. Әлтайдың қасында тәрбиеші немесе аспазшының өзі жүреді. Сол кезде Әлтай борбалақтап бір тілдей нанды аузына ұрып жіберген еді. Сол кезде тәрбиеші оның аузына мұқият қарап еді, бірақ Әлтай сыр бермеді. Сірә нанды шайнамай жұтып жібергенде. Үзіліс кезінде балалар бөлмелеріне кітапты қояр қоймас асханаға жүгіріп келетін. Сол кезде Әлтай есіктің аузында тұрып балаларға: "Ей өңшең жалмауыздар, топырламай бір-бірлеп кіріңдер" деп кәдімгідей одараңдайды.